Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көптен бері ютубқа видео шықпады. Бір қазір форумға баратырмын. Көреміз, видеоны сонымен қараңыздар. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Көрейік қызықты. Ал кеттік жолға шығып бара жатыр. 21 шақырымда көрсетіп тұр. Дұрыс қой, әркім өз ойын айтады, әркім әртүрлі. Жиналып отыр адам біраз. Да, можно же брать, да? Различные материалы. Қаралған ба? Өзіңе неге алып кетесің? Если тебе интересно болады, там контактный телефон, да? Керектерін алайын онда. Керек. Не керек екенін білмеймін. Аппаратта. Да, көк сүттен почти сусын жасайды напиток. Өндіп береді. Бізге керек болған күні дейді. Контакттерін алып отыр. Видеоматериал жасап істейді. Қазір сыйлық емес та бұл жерде. Сүт қосады, закваска қосады, дәмін келтіреді, түрін келтіреді. Сарсуы. Біз сүземіз ғой? Көксу шат, көксу дәмін. Көксуды біз тегін таратамыз болсын. Алмайды сатты ешкім. Ол кезде қала біздің ауданда. Мұндай товар не білесіз? Бағасы қанша өтін бір? 250 теңге тұрады. Біздер ауылда алады, 5 литрлап береміз, 10 литрлап. Тауысыдан ғой. Асимадан деген стан салғанда өзі сатып алады. Емге алады. Осыны сасығын біздер шеміз сатып жүрміз. Қай облысысыздар? Біздер Батыс Қазақстан Жаңғала ауданы. Жаңғала. Батыс Қазақстанда бізде Қасқаладан бар. Қазір Жұмашев. Көк сүттен 250 теңге бағасы. 0,5, 0,3 ма ол? Сеніз жасайды. Ішіп қойыңыз. Аштықы жасайды. Аштықы жасайды. Сүрлем, дайындайды. Ішеміз біз бұндай. Бағасы қанша сонда? 250 теңге тұрады, неде алмақта. Объемы 0,5, а? 0,5. Оларда жаңағы ет бағытындағы малдарды жаңа етін қосуына жасайды. Мен Астанадан. Деген өзіңіз білесіз, Беларусьта үлкен тарихы бар, GMP стандарттарына сай. Производитель Танысып жатырмын. Инстаграмнан, ютубтан да көрсің бе? Я осы кісін постоянно подписан, көріп жүрміз, жой көріп жатырмыз. Рахмет. Жуатын ауыттарды еңбегін бағалаймыз, жақсы көреміз. Прогрессивная молодежь біздің. Сонда не қоям? Самақ витамин ғой. Витамин бұзау өсуіне, сүйегіне кетеді, Массы жинауға. массаға, етіне, белок кетеді, аминокислот ішінің бәрі. Үш айға дейін 20 грамм мал басынан 20 граммнан асық өмірге қосып беріледі. Токстың компаниясы. Участник
бардыр. Так, ал біз отыратын жер осы. Осыны дұрыстап қарауымыз керек. Ролик бар екен. Космос. Қойған. Ішінде ештеңе жоқ. Осыны жасау керек қой. Білетіні. Қолдан істеу ғой осындай. Конечно. Шелеган тұр. Где-то мына жерде метр жарым бар ғой. Былайына метр жарым бар. Мынау 120 сантиметр бар ғой қазір. Биіктік. Мыналар турлар жүргізіледі. Мына лекция. Производим в Нидерландах и Китае домики. Это единственный, который есть на рынке домик из стеклопластика. Плюс его в том, что он не греется и внутри держит температуру зимой. Белый надо, да? Да, он отражает. И он очень прочный, у него срок жизни до 40 лет. Здравствуйте. В общем, сондай ақ цвет обязательно болу керек дейді. Күнге қорғануға ұзақ күн тимейміз. Одна Петропавловская фермаш. А вот солнечный камень. У нас есть шторки. Да, из полипропилена. Здесь, да? Да, они вешаются. Можем вам выслать фотографии, если хотите. У меня прямо сейчас просто нет. Шторки в России производим. Зимой они могут, да? Да, потому что у нас... Қыс мезгілінде қошақ қойылады, кіріп шығып жүреді. У нас в России, когда покупают, нас все со шторками берут, потому что до улицы. Западный сюжет. Я сейчас не скажу пацанам. Там бетон горелся. Поилки ровно. Здравствуйте. Спрашивайте. Сколько его на рыночная цена? 140 тысяч. Если будете оптово закупать, мы вам скидку Турецкий, сделаем. Да, турецкая компания, курсант. 140 тысяч. В этно-аул там проходит выставка, подготовленная организаторами. Просим вас. CRI Казахстан фирмасының мынау экспонаты, мынау тұрған біздің микроклимат. Закрытый помещение істей бере ма? Закрытый помещениеге қоятын. Қыс мезгілінде? Именно закрытый. Қыс мезгіл, жаз мезгілінде тұратын аппаратпен. Вентиляция. Міне аппаратменен вентиляция. Свежий воздух, таза ауаны үрлейді. Мына жерден қазір қарап тұрсаң, орошение болады. Бұл суды шашады сиырлардың төбесіне. Сөйтіп, мынау сыртта 35-40 градус ыстық болып тұрған кезде, мынаның ішінде 50-60 градус болып тұрған кезде, мынау таза ауаны кіргізіп, әрі жоқ, салқындатып жаздың ғой. Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде таза ауаны енгізіп, постелкілерді жаңағыда құрғатып отырады. Мал ауырмайды. Сиырсыз болмайды. Жаздың күні
наоборот мына көрдің бе қараңғы бу шашып жатыр. Иә. Қыс мезгілінде не болады? Таза болып кетеді малға. Иә, сол кезде мынау фото жарасып қойды. таза қылып істеп. Құрғақ, әрі таза. Сүйектері құрғақ болып тұрады, ауасы құрғақ болып тұрады. Рахаттанып жатыр. Жаздың күні міне бу шашып жатыр. Көрдің бе? Мына жерде трубаның су кетіп жатыр. Ішіне ауа айдап тұрды да. Мыналардан ауа, таза ауа кетіп жатыр. Мынадан бу. Қыс мезгілінде қатып қалмай ма су? Қыс мезгілінде су жібермейді ғой. Иә. Тек таза ауа. Иә. Қандай порода? Қандай порода? Мынау Цемент. Монбелярд дегенменен цементал мынау. Араласқан, иә? Иә, мынау цементал. Мынау Монбелярд. Мынау тұрған цементал. Қашарлар ғой анау? Қашарлар, да. Жоқ, мынау галштинский порода. Сүтті сиыр. Не это, а твое, что ты Галштин. Бей екен да галштинлер. Қашар жас пен құрдас па маған? 14-15 айлық. Келтілер. Әлі тумаған. Бірақ қашқан. Өткен, иә. Буаз. Міне, шешелерінің удойы. Продуктивность матери дейді. 11.200. Бір лактацияда береді. Жирніс 3,6. Жирніс 3,6. Жирніс сол. Қаймағы, иә? Майлылық. Майлығы, иә. Жақсы. Қараңыздар, міне мынаны қараңыздар. Бұл жерде бос жатыр ғой. Бұл жерге әкеліп берген ба, әкелеріміз берген. Подром. Ей. Мындай бір нәрселер бар. Орысша түсіндіріп жатыр еді. Қымбат нәрсе. Сиырларға желеткіш, массаж. Анау басын тығып жейтін біреу. Мал тұратын жер. Наращивание собственного производства высококачественного молока и снижение импортозависимости по молочной продукции государство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм. Тормоз var ya. Motor yok. Tormoz var. Tormoz var. Pedalмен basar. Hazır. Industry conference like in China, so very lovely and good.